Елордада бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне пәтер кілттері табысталды. Кәсіби мереке қарсаңында ақпарат саласының 67 қызметкеріне мемлекет басшысының атынан арнайы сертификаттар берілді. Баспаналы болған бақ өкілдерінің арасында Атамекен бизнес телеарнасының қызметкерлері де бар. Тақырыпты әріптестеріміздің қуанышына ортақтасып келген Әділжан Бердібеков толықтырады. Тайжан Ернар Боранұлы, Атамекен телеарнасының продюсері. Қошеметтеріңіз. Кәсіби мерекеде қос қуанышты қатар тойлап жатқандардың бірі арнамыздың продюсері Ернар Тайжан. Соңғы 6 жылда Атамекен бизнес телеарнасында қызмет етіп келеді. Осы уақыт аралығында еселі еңбегімен ерекшеленіп көрерменнің көзайымына айналған бірнеше бағдарламаның автор әрі жүргізушісі болды. Travel KZ еңбек адамысында авторлық жобалары арнамыздың алтын қорына енері сөзсіз. Бүгінгі мерекеде майталман маман бір бөлмелі пәтердің иесі атанды. Эмоция сөз жоқ. Қолыма енді тиді, енді ғана сенген сияқтымын. Артымызда тұрған міне осындай бір кереметтей үй. Яғни бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлеріне орай ұйымдастырылған бұл шараға енді көп алғысымызды білдіреміз президентімізге. Шыны керек біз сияқты жас отбасыға енді ғана биыл ғана үйлендім, өзім шаңырақ көтердім. Бұл зор мүмкіндік, үлкен мүмкіндік. Сондықтан да ендігі ретте бұл үрді жалғасса екен дейміз. Мереке қарсаңында бұқаралық ақпарат құралдарында қажырлы еңбек етіп келе жатқан ардагерлерден бастап жас маманға дейін пәтерлі болды. Арнамыздың шығарушы редакторы Сәуле Байғалиева мен Медиа Холдинг құрамындағы Инбизнес порталының журналисі Майра Медеубаеваға да сертификат табысталды. Қос әріптесімізге заманауи комфорт санатына жататын тұрғын үйден 2 бөлмелі баспана бұйырды. Мемлекет басшысы былтырғы жылдан бастап журналистерге жылда тұрақты түрде осындай пәтер кілттерін табыстауды әдетке айналдырып жатыр. Ең бастысы бұл пәтер кілттері біздің мемлекетіміздің дамуына, еліміздегі мемлекет басшысының жүргізіп отырған реформаларын халыққа жеткізуге атсалысқан біздің әріптестерімізге табыс етіледі. 67 қызметкер жаңадан бой көтерген зәулім үйге жуырда қоныстанады. Баспана негізінен 1, 2 және 3 бөлмелі. Ауласында экологиялық талапқа сай балалар алаңы да бар. Масс-медиа мамандарының айрықша еңбегін айшықтайтын игі бастамаға дара президенттік бастамалар ора демеушілік көрсеткен. Қордағылар жұмыс мұнымен тоқтамайтынын айтты. Әділжан Бердібеков, Ерлан Сарманов, Атамекен бизнес.